Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге онлайн режимде қалай диаграмма жасау керек, сол жөнінде көрсетемін. Ол үшін біз Google-ға кіріп, іздеу жолағына жазамыз. Мынау egulex.com деп тұр, осыны жазып іздеп, мына жоғарыда шығып тұр ғой. Осыны басып тіркелеміз. Тіркелуге де болады, тіркелмей-ақ осы диаграммаларды жасауға болады. Ол үшін біз осы жерден диаграмманың түрлерін таңдаймыз. Мына диаграммалардың түрлерін таңдайсыз өзіңіз. Осы мысалға мына колонна дегенді алайық. Осы сәл астына түссек, астында мына данныйлар толтырамыз. Мына жерге мына X деп тұр, осы жерге біз жазамыз. Мысалға мен мына жерге жазайыншы. 1-90 мына жерге 2-90 3-90 мына жерге 4-90 деп жазайын. Бұны мен ағымдағы деп қойын. Ағымдағы 90-дар. Мына жерге мен сапасы деп жазайын. 1-90-да 52 пайыз. 2-90-да 58 пайыз білім сапасы деп. 3-90-да 65 пайыз. 4-90-да 75 пайыз деп қойдым. Енді осын жасағаннан кейін обновить график деген басам. Сәл жоғары қарай баратын болса, міне біздің графигіміз қазір дайын тұр. Енді бұл сізге осы график ұнамаса, оны кейін былай өзгертіп алуыңызға да болады. Мына форматқа ауыстырсаңыз, мынандай түрлі түстіге боялып шығады. Өзіңізде қайсы ұнайды, сол диаграмманы өзіңіз жүктеп алуыңызға болады. Астына сәл қарайтын болсаңыз, мінекей мына 4 түрлі форматта. Енді бізге мұғалімдерге қажетті мына JPEG деп тұр ғой, осы қажет. Осыны басамыз. Мінекей біздің жасаған диаграмма дайын тұр. Өзіңіздің құжаттарыңызға, мәліметтеріңізге салсаңыз болады. Егер де ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, лебізіңізді жазуыңызға болады.